Ескі жүйеде есесі кеткен халықтың қазынасын толтырудың қамымен соңғы 2 жылдың ішінде 2 триллион теңгеге жуық актив қайтты деген ақпарат бар. Сол тиісті органдар қайтарылған қаражат халыққа қажетті әлеуметтік тұрмыстық нысандар салуға жұмсалуда дейді. Дейді деп сырттан сырғыта сөйлеуімізге ел президенті бастамасын уәкілетті органдарының орындау борысына көңіл толмаған себеп болып отыр. Басқасын қайдам, сол 2 триллионның тең жартысын 2 олигарх қана қайтарған екен. Ал президенттің тілімен айтқанда, ел қазынасының жартысын иеленіп алған олигархаттан қайтарылуы тиіс активтер қайда? Сол сияқты жылыстаған активтерді қайтару туралы заңды қабылдаған парламент депутаттары бүгінде сол заңның орындалу барысынан бейхабарлығы да түсініксіз жағдай. Торасын айтқанда, біз активтерді қайтару процесіне қатысты мәліметтерді ақпарат агенттіктерінен немесе шетелдік пабликтерден емес, бірінші ауыздан естігіміз келеді.